Сәлем, қалайсыздар балалар? Сіздерге арнап біз теңдеу тақырыбын түсіріп жатырмыз. Мұқият қараңыз. Егер сіздің қолыңызда дәптер мен қалам болмаса, сіз пауза қосып, оларды алып келіңіз. Мен жазған барлық есепті дәптерге жазып алыңыз. Мен сіздің дәптеріңізді тексеремін. Бұл есептер сізге болашақта көп көмегін тигізеді. Ниш пен ктелға бірге дайындалайық. Кеттік. 6х минус 14 тең 22. Алғашқы төрт есеп бізде А деңгейіне арналған, яғни өте жеңіл есептер. 6х минус 14 тең 22. 6х-ті өз орнына қалдырамыз. Тең болады тұра береді. 22 тұра береді. Біз мына минус 14-ті оң жаққа плюс 14 қылып апарамыз. Таңба өзгереді. Минус таңбасы плюс болады, және 14 көшеді. Енді қараңыз. 6х-тен 22 қосу 14. 6х-тен 22-ге 14 қоссақ 36 болады. Осы жерде х тауымыз. 6-ны нешеге көйтсек 36 болады. Яғни сіз х табу үшін 36-ны 6-ға бөлесіз. 36-ны 6-ға бөлсек 6 шығады. Енді тексерсек те болады. 6 көбейту 6 азайту 14 тең 22. 6-ны 6-ға бөлсек 36, 36 азайту 14 тең 22, 22 тең 22. Ал нағыз тест үстінде бұлар тексеру қажет емес. Екінші, 5y қосу 13 тең 38. 5y тұра береді, 38 тұра береді. Мына 13 теңдіктің 10 жағына келеді. Қалай барады? Таңбасын өзгертеді. Плюс таңбасы минус болып кетеді. Минус 13. Ешқандай қиындық жоқ балалар. 5y тұра береді. 38-ден 13 жазсақ 25 болады. Y табу үшін 25-ті 5-ке бөлеміз. Y тең болады 5. Ал енді тексерейік. 5 көбейту 5 қосқан 13 тең болады 38. 5-ті 5 көйтсек 25. 25-ті 13 қоссақ 38 болады. 38 тең 38-ге. Есеп шықты. Ал енді үшінші есепті алайық. 7х азайту 25 тең болады 2х-ке. Бұл жерде бізде х-тер екеу. Сол себепті біз х-тер салыстырамыз. Қай х үлкен? 7х үлкен бе? Әлде 2х үлкен бе? Әрине 7х үлкен. Сол себепті 7х өз орнында қалады. Ал мына 2х таңбасын өзгертіп келеді. Яғни 2х алдында ештеңе жоқ, ол 10 таңбалы. 10 сан теріс сан ғана. Яғни плюс, мына жаққа қарағанда минус болып барады. Ал мына минус 25 10 жаққа келеді. Себебі біз әріптерді сол жаққа, сандарды 10 жаққа жинап жатырмыз. Минус 25 мына жаққа плюс 25 болып барады. Немесе плюсті жазбасақ та болады. 7х азайту 2х болады 5х. Мынау бізде 25. Осы жерде х табу үшін 25-ті 5-ке бөлеміз. Х тең болады 5. Енді тексеретін болсақ, 7 көбейту 5 азайту 25 тең болады 2 көбейту 5-ке. 7-ні 5-ке өтсек 35 азайту 25 тең болады 2-ні 5-ке өтсек 10-ға. 35 азайту 25 болады 10, мына жақта 10. 10 тең болады 10-ға. Сізде бұл үш есеп қатесі шықты ма? Төртінші есеп бізде А деңгейінің жалғасы. 8-ті тең 3-ті қосылған 45. Қайты үлкен 8-ті ма 3-ті ма? Әрине 8-ті, сол себепті 8-ті өз орнында тұра береді. 3-ті теңдіктің сол жағына таңбасын өзгертіп барады. Яғни плюс 3-ті ол минус 3-ті болып барады. Мына жерде қайдан плюсті көріп тұрсыз десеңіз, мынада ештеңе жоқ. Ештеңе тұрмаса ол 10 сат деген білдіреді. Тең болады. А мына плюс 45 сол үйге қалай береді? Плюс 45-ті жазсын, бірақ плюсті жазбай кетсек болады. 8-ті азайту 3-ті болады 5-ті. 5-ті тең 45. Осы жерден т-ны табу үшін 45-ті бөлесіз 5-ке. Т тең болады 9-ға. Тексерсек болады. 8 көбейтілген 9 тең болады 3 көбейтілген 9 қосылған 45. 8 9-ға өтсек 72, 3 9-ға өтсек 27 қосылған 45. 72 тең болады 27-ні 45-ке қоссақ 72 болады. Осымен бізде төртінші есеп шықты. Ал енді 5-кен 6 ол бізде Б деңгейі.
мына жерде қараңыз, 12 қосу 4x тең болады 24 азайту 2x. Мына жерде 2 сан бар, және 2x бар. Біз не істейміз? X-терді салыстырамыз. Плюс 4x минус 2x. Сіз айтыңызшы, плюс 4 үлкен бе, әлде минус 2 үлкен бе? Әрине, оң сан теріс саннан әрқашан үлкен. Сондықтан плюс 4x өз орнында қала береді. Плюс жазбай жаңағы 4x деп қоямыз. Ал мына минус 2x таңбасын өзгертіп қалады. Яғни минус сол жаққа плюс болып келеді. Плюс 2x тең болады 24 тұра береді. Ал мына 12 теңдіктің 10 жағына таңбасын өзгертіп қалады. Яғни ол минус 12 болып қалады. 4x-ке 2x қоссаңыз болады 6x. 24-тен 12-ні қоссаңыз болады 12. X табу үшін 12-ні бөлеміз 6-ға. X тең болады 2-ге. Бізде x-ті мән шықты, ал енді тексерейік. 12 қосылған 4 көбейту 2 тең болады 24 азайту 2 көбейту 2. 12 қосылған 4 көбейтсек 8 болады. 24 азайту 2-ні көбейтсек 4 болады. 12-ге 8 қоссақ 20. 24-тен 4 қоссақ 20. Теңдіктің екі жағы 20 болды, яғни есебіміз дұрыс. Ал енді 6-шы есепке орайық. Бұл да бізде b деңгейі 9x 4x. Салыстырайық. Қайсысы үлкен? 9x па 4x па? Әрине 9x үлкен. 9x азайту 25 тең 4x қосу 25. Сонда 9x үлкен болғандықтан сол жағында тұра береді. Ал 4x таңбасын өзгертіп барады. Яғни минус 4x болып барады. Тең болады. Мына плюс 25 тұра береді. Яғни 25. Ал мына минус 25 таңбасын өзгертіп барады. Яғни минус өзгерген кезде ол плюс болады. Бізде бар жоғы 2 таңба бар. Минус және плюс. Қосу және азайту. 9x-тен 4x қоссақ 5x болады. 25-ке 25 қоссақ 50 болады. X табу үшін 50-ді бөлеміз 5-ке. X тең болады 10-ға. X-ті мәні шықты. Ал енді біз теңдеуімізді тексерейік. 9 көбейту 10 азайту 25 тең болады 4 көбейту 10 қосылған 25. 9 10-ға көбейтсек 90 болады. Азайту 25. 4 10-ға көбейтсек 40 болады. Қосылған 25. 90-нан 25 қоссақ 65 болады. 40-қа 25 қоссақ 65 болады. 65 тең 65-ке, яғни теңдеу дұрыс шықты. 7-ші 8-ші есеп бізде b деңгейіне арналған. Қараңыз, 3-ті азайту 19 тең 9-ті азайту 49. Бірінші теңдікті салып қойып, енді салыстырамыз. 3-ті үлкен бе, әлде 9-ті үлкен бе? Әрине 9-ті үлкен, ал 9-ті қайда орналасқан? 10 жағында орналасқан. Сол себепті 9-ті орнында тұра береді. 3-ті таңбасын өзгертіп барады. 3-тің алды ештеңе жоқ, яғни ол 10 сан. 10 сан 10 жаққа теріс сан болып барады. Минус 3-ті. Енді мына жерде 19 тұра береді. Яғни минус 19. Ал мына минус 49 таңбасын өзгертіп барады. Қалай? Плюс 49 болды. Енді ары есептейміз. 9-ті азайту 3-ті болады 6-ті. Плюс 49 минус 19. Не істейміз? 49-дан 19 айтамыз. 30. Үлкен саннан кіші санды азайтып, үлкен сан таңбасын қоямыз. Үлкен сан таңбасы плюс тұра береді. Осы жерден t-ні табу үшін плюс 30-ды бөлеміз 6-ға. T тең болады плюс 5, немесе жай ғана 5 десек болады. Есеп тексерсек болады. 3 көбейту 5 азайту 19 тең 9 көбейту 5 азайту 49. 3-ті 5 көбейтсек 15 азайту 19. 9-ды 5 көбейтсек 45 азайту 49. 15 азайту 19 болады минус 4. 45 азайту 49 болады минус 4. Минус 4 минус 4-ке тең. Есеп дұрыс шықты. Ары қарай 8-ші есеп. 3m қосылған 29 тең 7m қосылған 5. Салыстырамыз. 3m үлкен бе, 7m үлкен бе? Әрине 7m үлкен, сол себепті 7m өз орнында қалады. Ал 3m таңбасын өзгертіп барады. Минус 3m болып барады. Мына жерде 29 тұра береді. Плюс 5 таңбасын өзгертіп береді. Минус 5 болды.
Плюс 29 минус 5 болады плюс 24. 7m азайту 3m болады 4m. Осы жерден m табу үшін плюс 24-ті бөлеміз 4-ке. m тең болады 6-ға. Енді тексерейік. 3 көбейту 6 қосылған 29 тең болады 7 көбейту 6 қосылған 5. 3-ті 6 өтсек 18 қосылған 29. 7-ні 6 өтсек 42 қосылған 5. 18-ге 29 қоссақ 47 болады. 42-ні 5-ке қоссақ 47 болады. 47 мен 47 өзара тең. Яғни есебіміз шықты. Ал енді мұқият болайық. Бұл бізде с деңгейі. Бірінші, сіз тек қана қарап алыңыз. Рақсы ма? Ештен жазбаңыз, тек қарауға тырысыңыз, түсінуге тырысыңыз. Екіншісінде сіз оны көшіріп жазыңыз бізбен бірге. Үшіншісінде сіз бізге қарамаңыз, жаңа параққа өз күшіңізбен шығарып көріңіз. Сіздің ойыңызда бұлар қалды ма, қалмады ма тексеру үшін. Ал сәттілік. 9-шы сеп. 34 қосылған 2, жақша ішінде 2x азайту 9 тең 28. Мына жақша мен сан арасында ештеңе тұрмаса, ол жерде көбей тұрған көбейту белгісі бар. Алдымен біз жақшаны ашамыз. Яғни 2-ні 2x-ке көбейтеміз. Сосын 2-ні минус 9-ға көбейтеміз. Бірақ бізде көбісі жазастырады. 34-ке 2-ні қосып 36 дейді, сосын 36-ны жеке-жеке көбейтеді. Олай жасамаймыз. Жақсы ма? Себебі біз дамылықтармыз. Біздің қолымыздан бәрі келеді. Кеттік ал. 34 тұра береді. Енді істейміз. Плюс 2-ні 2x-ке өтеміз. Болады плюс 4x. Плюс 2-ні минус 9-ға өтеміз. Болады минус 18. Тең болады 28. Осы жерде сізге түсініксіз зат бар ма? Егер болып жатса бізге пікірге қалдырыңыз. 34 қосу 4x азайту 18 тең 28. Бізде x жай ғана бір рет берген. Плюс 4x. Енді біз мына жерде сандар бар. Сандардың арасына амал орындайық. 34 азайту 18 дейді. 34-те 18 азайтсақ неше болады? Әрине 16 болады. 16 қосылған 4x тең 28. Енді бұл бізде қарапайым а деңгейіне түсті. 4x тең 28. Мына плюс 16 теңдіктің 10 жағына таңбасы өзгертіп барады. Қалай? Минус 16. 4x тең 28-ден 16 азайтамыз. Болады 12. X табу үшін 12-ні 4-ке бөлеміз. X тең болады 3-ке. Жауап шықты. Енді тексерейік. 34 қосу 2 көбейту 2 көбейту 3 азайту 9 тең 28. 34 қосу 2 көбейту 2-ні 3-ке көбейтсек 6. 6 азайту 9 тең 28. 34 қосу 2 көбейту 6-дан 9 айтсақ минус 3 болады. 34 плюс 2-ні минус 3-ке көбейтсек минус 6 болады. 34 азайту 6 28. 28 тең 28-ге. Бізде есеп дұрыс шыққан екен. Ал енді 13-тен оралайық. 56 азайту. Мына 2-ні x-ке өтеміз, 2-ні 9-ға өтеміз. Бұл жай ғана 2 емес, минус бар екен. Сондықтан минус 2-ні x-ке өтсек минус 2x. Минус 2-ні плюс 9-ға өтсек минус 18. 56-тан 18 айтамыз. 38 болады. Енді минус 2x өз орнында қалады. 36-да қалады. 38 теңдіктің 10 жағына таңбасын ауыстырып барады. Яғни минус 38 болып барады. Минус 2x тең болады. 36-тан 38 азайтсақ минус 2 болады. X табу үшін минус 2-ні бөлеміз минус 2-ге. X тең болады 1-ге. Яғни минусты минусқа бөлсек плюс, 2-ні 2-ге бөлсек 1. Немесе 1-дей санды 1-дей санды бөлсек тең 1 шығады. X тең 1 жауап шықты. Ал енді тексерейік. 56 азайту 2 көбейтілген 1-ге 9 болсақ 10.
56 азайту 2-ні 10-ға көтсек 20. 56 азайту 20 36. 36 тең 36-ға. Бізде есеп шықты. 11 есеп. Бізде осылай теңдеу керек. 2 көбейту үлкен жақшаның ішінде 5x азайту 2, жақшаның ішінде жақшада x қосылған 3. Азайту 15 тең 17 қосылған x қосылған 11. Бұл енді бір қарасаңыз өте қорқынышты, иә, мойындаңызшы. Бірақ біз үйренеміз. Ең бірінші істейміз, жақшаның ішіндегі жақшадан бастаймыз. Яғни 2, 5x тұра береді. Минус 2-ні x көтеміз. Минус 2x. Минус 2-ні плюс 3-ке көтеміз. Минус 6. Қалғандар жазыла береді сол күйі. Бірақ мына жерде 17-ге 11-ді қосып жіберсек болады. 17 плюс 11 болады 28 қосылған x. Енді істейміз. Өлең бар еді, тыңдап жүрсіздер ме? 2 көбейту 5x азайту 2x не болады? 3x болады. Барлығын көшіп жаза қоймыз. Енді жақшаны ашамыз. 2-ні 3x көйтсеңіз 6x болады. 2-ні минус 6-ға көйтсеңіз минус 12 болады. Минус 15 тең 28 қосылған x. 6x тұра береді. Минус 12, минус 15. Екеуі де минусты қойып қоямыз. 12-ге 15 қосамыз. 27 болады. Қалғаны сол күйі жазыла береді. Енді салыстырамыз. 6x үлкен бе, x үлкен бе? Қараңыз, тап қазір бізде есеп b деңгейіне түсті. Яғни 3 комбинациядан кейін b деңгейіне жетіп алды. Мына жерде 6x x-тен үлкен болғандықтан 6x өз орнында қалай береді? X таңбасын өзгертіп келеді. Яғни мына плюс x, минус x болып келеді. 28 тұра береді. Минус 27 теңдіктің оң жағына таңбасын өзгертіп барады. Плюс 27 болды. 6x-тен x азайтсақ 5x болады. 28-ге 27 қоссақ 55 болады. X тең болады 55 бөлінген 5. X тең болады 11. Яғни дұрыс жауабы 11 екен. Есепті өздеріңіз 11-ді мына жерге және мына жерге қойып тексеріп көріңіздер. Шынымен дұрыс шығар ма екен? Соңғы 12-ші есеп, бұл бізде с деңгейі. 78 азайту 3 жақша ішінде 5 қосу 4, жақшаның ішіндегі жақшада x азайту 3 қосу 10 тең 6 қосылған 5, жақша ішінде 3x азайту 1. Бұл жаңағыдан да кішкене күрделі, иә? Алдымен істейміз, жақшаның ішіндегі жақшадан бастаймыз. Яғни 78 азайту 3 жақша 5 тұра береді. Қосу 4-те x-ке өтеміз, қосу 4x. Қосу 4-те минус 3-ке өтеміз, минус 12. Қосылған 10 тең болады 6. Қосу 5-те 3x-ке өтсек, қосу 15x. Қосу 5-те минус 1-ге өтсек, минус 5. Ал енді қараңыз. Мына жерде 78 азайту 3 тұра береді. 5-тен 12 азайтсақ, минус 7. Қосылған 4x тұра береді. Қосылған 10 тең болады. 6-дан 5 азайтсақ, яғни 6 минус 5 тең болады 1. Қосылған 15x. Мына жерде 78 плюс 10 деп шығарып жүрсек болады. Көріп тұрсыздар ма? Немесе жақшаны ашып барып, соңынан шығарып болады. Яғни 78 тұра берсін онда. Минус 3-те минус 7 өтсек, плюс 21. Минус 3-те плюс 4 өтсек, минус 12x. Қосылған 10. Яғни минусты минусқа өтсек, плюс болады, минусты плюсқа өтсек, минус болады. 3-те 7 өтсек, 21, 3-те 4 өтсек, 12. 4-тің қасында x болсын, және x қойды. 1 қосылған 15x. Енді қараңыз, 78-ге 21 қоссақ 99 болады. 99 азайту 12x қосылған 10 тең болады 1 қосылған 15x. 99-ға 10 қоссақ 109 азайту 12x тең 1 қосылған 15x. Енді салыстырамыз. Минус 12x үлкен бе, плюс 15x үлкен бе? Әрине 10 сан теріс саннан үлкенірек. Сондықтан 15x үлкен. Яғни теңдеудегі x өз орнында қала береді, 15x. Минус 12x 10
жаққа таңбасын өзгертіп барады. Яғни минус плюс 12х болып барады. Мына жерде 109 тұра береді. 1 келеді. Қалай келеді? Таңбасын өзгертіп келеді. Минус 1 болды. 109-дан 1 жазсақ 108. 15-ке 12-ні қоссақ 27х. Х табу үшін істейміз. 108-ді бөлеміз 27-ге. Х тең болады 4-ке. Осымен есебіміз шықты. Асықпай осы 12 есепті жаттап алғанша шығара беріңіз. Мен сізден 7-ні шығарып беріңізші, 11-ні шығарып беріңізші, 12-ні шығарып беріңізші дегенде сақылдатып айтып бере алатындай деңгейде. Егер сіз осылай шығара алатын болсаңыз, осы 12 есепті сізге берілген теңдеу тақырыбындағы 200 есепті оп-оңай шығара аласыз. Назар аударып тыңдағаныңызға рахмет. Мен сіздің дәптерлеріңізді тексеремін. Бұл есептердің барлығы дәптеріңізде болсын. Көріскенше сау болыңыз.